Бар ғой, өмір бойы қорқу өтесілер айтайын бар ғой. Халық оянған кезде қосылып оянбаса пайдасы жоқ айтайын бар ғой. Әмме бірігіп, қарақалпақтар бірлеспесе пайдасы жоқ айтайын. Хаққа жақ болып үйренуіміз керек біздер де. Арасын айтсам, сол Алга Каракалпакстан деген затты көруге қорқатын едім бірінші баста мен де. Даже лайк басуға қорқатын едім да. Бірақ үйрендім да, неге десең, хақиқат та бұл айтылып жатқанның бәрі хақиқат. Неден қорқамыз? Өзіміздей адам ғой, сол үкімет да, үкіметті басқарып отқандарым өзіміздей адам ғой. Хақиқатты айта алмаймыз ба? Сонда конституцияда жазылған бәрі сәтті. Сол заттар айтып үйренейік, халқым, өзіміздей адам. Неге қорқамыз өзіміздей адамнан? Заңсыз істеп отқан жоқпыз. Исат заңсыз емес, бәрі низамда көрсетілген. Тек біздер бірлесуіміз керек, болғаны. Бірігіп, сол қайтпай сол низамды талап етуіміз керек. Сөйтіп Қарақалпақстаннан бөлек алып шығуымыз керек. Болғаны, басқа исат керек емес. Жігітлер, давай қорқанды қояйық, туысқандар. Қарақалпақ болсаңдар, Қарақалпақтың қаны ақса тамырыңызда бар ғой. Давай Қарақалпақты қорғайық. Осы 21-ші ғасырда әзір осы Қарақалпақстан бөлек шығып, осы заттарға қатынасқан, осы Алга Каракалпакстан қатынасқан патриотлардың бәрі тарихта қалатын уақыт келді. Тарихта қалуымыз керек, біздер Қарақалпақстан 21-ші ғасырда бөлек шықты деген өз алдына деп. Ертең бәрі тарихта қалып, осы Қарақалпақтардың бәрі аты фамилиясы жазылып тұрады сол тарихымызда. Әр қайсымыздың үлесіміз болу керек ұрпақларымызға деген. Оян Қарақалпағым, оян. Айыбыңды қоймас, бәһә жасырып, сен жаратқан Аллахыңды ұмытпа. Жауапсыз қалмас, сол ұшында Аллахыңды ұмытпа. Şınadı